Сәлем достар, сіздермен бірге мен Рукамикс. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сіздердің менен өте көп сұраған видеоларыңыз болады. Бүгінгі видео аукционда әуежайда жоғалған чемоданды сатып алдым деп аталады. Жалпы сіздер көріп тұрсыздар, менің сатып алған чемоданым осы. Мен қазір ғана Алматы әуежайынан үйге келдім. Және де чемоданның ішінде не бар екенін әлі де көрген жоқпын. Сіздермен бірге ашып қарайтын боламын. Жалпы аукционда өте көп чемодан тұрды. Мен неге дәл осы чемоданды алдым? Себебі мен қазір сіздерге бір-екі фото қоямын. Көресіздер неліктен мен бұл чемоданды алдым. Бұл чемодан «Бизнес по-казахски» фильміндегі Нұрлан Қоянбаевтың чемоданына өте қатты ұқсайды. Сондықтан мен бұл чемоданды менің арнамнан осындай видеоның екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, міндетті түрде осы видеоның астына комментарийге жазайық, осы видеоның астында 35 000 лайк жинайық, және де менің арнамда 220 000 тіркелуші жинайық. Осы видеоның астында 35 000 лайк жиналғанша үлгерейік, және де менің арнамда 220 000 тіркелуші жиналғанша үлгерейік. Достар, мен бұны Эйр Астанадан, яғни Алматы әуежайынан алдым. Әуежайда бұл чемоданның тұрғанына өте көп уақыт болыпты. Енді ашып қарайық. Бірінші бұл жақта осындай көйлек. Анау емес пе еді? Анау ше «Бизнес по-казахски» в Америкедегі. Кім ұстап жүргізуші еді? Мәні. Анашым. Мәні, сол көйлек қой ару. Сол емес па енді? Иә, қара туры өзі. «Бизнес по-казахскидағы Нұрлан Қоянбаевтың сумкасын алғасын ба ару? Білмеймін. Сол болсашы. Достар, мен сіздерге қазір мына жаққа фото қоямын. Яғни мен қазір скриншот жасап алдым. Ой, пысымылды. Көріп тұрсаңыздар, фильмдегі Мақпал Тәтедегі көйлек тура осы көйлекке өте қатты ұқсайды. Тіпті тура сол көйлек деп айтса да болады. Достар, мен қазір қатты қуанып отырмын, бір жағынан өте қатты таңғалып отырмын. Жалпы, иә, достар, бұл тура сол көйлек қой. Иә, жоқ, мен де көрдім ғой, жаңа видеоның басында айттым ғой, соған ұқсайды депші. Иә, достар, мен сіздерге видеоның басында айттым ғой, Нұрлан Қоянбаевтың сөмкесіне ұқсайды деп. Себебі сондай сөмке болған, иә? Сондай сөмке болған. Бірақ ойламадым мен оның ішіне мынау шығады деп. Мәсін. Достар, тура осы көйлек шығады деп мен мүлде ойламадым. Шынымен мен достар, ішін қарамадым, шын айтам достар. Міне достар, осындай қара түсті көйлек. Кетіп достар, тағы не бар екен қарайық. Міне жалпы бірінші көйлек осы шықты. Және де біз ана екеуміз өте таңғалып отырмыз. Келесісі ол көзілдірік. Жалпы осындай кәдімгі көзілдірік. Мынандай чехолында. Қазір киіп көремін де. Мен жалпы осындай чехолдағы, осындай очки. Мен қазір кімге ұқсаймын? Мұғалімге ұқсап қалдым, иә. Келесі ол осындай тағы да бір көйлек. Жасыл түсті. Ешкімде жоқ пе еді? Фильмде мүмкін бар шығар. Бірақ, иә, достар, қараңыздар, жаңа екен. Мүмкін, иә, кім біледі, мүмкін келді, келмеді. Білмейміз да ғой, мүмкін Нұрлан Қоянбаевтікі емес шығарды. Маған кажется, Нұрлан Қоянбаев сияқты. Маған да. Иә, жаңа көйлектен кейін мен де солай ойладым. Жалпы, осындай жасыл көйлек. Келесі. Сол жасыл көйлектің белдігі. Жаңағы жасыл көйлектің белдігі. Келесі тағы да бір көйлек, және де ол тағы да жаңа. Опа. Міне ол бірақ осындай көк түсті. Мүмкін, иә. Мүмкін, және де ол да жаңа екен. Көк түсті осындай жалпы, әдемі. Мүмкін келмегенде шығар әлі. Ақшаң ақталып келеді, жаңа заттар шығады. Иә, достар, жұмсалған ақшам ең бастысы ақталып келе жатыр. Жаңа заттар шықты. Келесі. Нұрлан Қоянбаев әйел болатын кез ма? Иә, сол кездегі көйлек емес. Қазір тоқтаңыз, қарап алайыншы. Охо. Не болатыр? Себебі ол өте қатты ұқсайды. Қараңыздар, достар, мен сіздерге фотосын қосып жіберемін. Иә. Кеттік, келесі, бұл көйлек емес. Бұл шалбар. Бұл шалбар, джинсы. Бұл осындай джинсы. Осындай көк түсті джинсы кәдімгі ерлердікі. Иә, болды.
көрсететін көп жоқ шығар. Кәдімгі джинс. Келесі. Ого. Жалпы осындай қара ұзын сияқты көйлек. Я. Көйлек па нені? Жалпы осындай қара түсті көйлек ұзын. Я. Міне осындай. Вот. Жалпы осындай. Келесі тағы да джинсы. Бірақ та келесі джинсы көк түсті емес, қара түсті. Келесі мынау шалбар осындай. Пижама. Я, достар, бұл пижама. Бірден көрініп тұр. Мүмкін болған шығар. Және де үсті жағы мынандай екен. Міне, достар, осындай пижама. Үсті жағы осындай, және де асты жағы жаңағыдай. Келесі бізде киім қалмады. Бізде осындай қара пакет қана қалды. Қазір енді ішінде не бар екенін қарайық. Ол чистая линия крем. Осындай чистая линия умный крем. Охо! Бұл зубная паста болу керек. Я ашып көрсетпей қойын. Я, достар, жалпы лесной бальзам, очки, яғни көзілдірік осындай. Ол USB. Я, зарядка, яғни. Және келесі, достар, сағат. Осындай сағат. Шеше салайшы. Осындай ерлерге арналған сағат. Ой, келесі Nivea. Бұл крем, бетке жағатын крем. Крем для лица. Nivea Care. Ол осындай тағы да екі. Достар, қараңыздар, осындай бір сувенир. Нью-Йорк деп тұр мына жағында. Және де мына жақта тағы да бірдеңе. Білмеймін, достар, не екен. Болды, бізде мына қара пакетте барлығы бітті. Жалпы, достар, біздің чемоданда барлығы бітті. Яғни ішінде ештеңе жоқ. Қазір мына замоктарын ашып көрейік. Ішінде ештеңе жоқ па? Ештеңе қалып қалмап па деген сияқты. Және де келесі ішінде және де қалған ештеңе жоқ. Достар, басқа қалдаш жоқ бекенде. Достар, жаңағы чемоданымыздың ішінен бір замоктан бізде мынадай кошелек, яғни портмоне, және де осындай 3 маска шықты. Жалпы кәдімгі 3 маска. Және де осындай портмоне, яғни кошелек шықты. Оның ішіне не бар екен, ашып көрейік, яғни қарайық. Достар, қараңыздар, бұл жақта тағы да бір визиткалар әртүрлі. Және де карточкалар. Виза, анау-мынау. Әртүрлі визитка, карточка. Және де достар, бұл жақта ақша. Анашым ақша. Қанша бар екен деймін, ама? Анам бірден қанша бар екен дейді. Бұл жақта 7, 8, 9 90 теңге, достар. Менің чемодан сатып алған ақшам босқа кетпепті. Яғни 10 теңге шықты ішінен. Маған да? Иә. Сізге. Достар, және де, достар, қараңыздар, мына жақта осындай бір карточкалар. Жалпы осындай карточкалар. Және де... Не олар? Не олар? Анашым. Ақша? Кәдімгі ақша емес қол. $. Достар, бұл жақтан... Достар, қараңыздар, бұл жақтан ақша шықты. Охо. $850.
Покажи всем, Ару. $850. Қанша? Вот это выигрыш. Қанша ол? Көп қой, біреу 38 мың тұрады. Мына біреу ма? Біреу қаншадан дедіңіз? Біреу 38 мың ғой. Шынымен ба? Иә. $100 я ол? Иә, 38. Қанша? 300 мың. Еще 9 мың болса. 320, 332 мың. 332 мың болды ма ақшаның бәрі? Иә. Нұшы. Сен бүгін лотта. Покажи всем. Міне достар, мен осынша ақша тауып алдым. Мына портмонеден. Осының ішінен, мына чемоданнан, достар. Мен достар қазір өте қатты шок болып отырмын. Мен ойлаған жоқпын бұл ондай күшті деп. Мен Нұрлан Қоянбаевтың несінен ғана көрдім да. Бизнес по-казахски біріншісі ма, екіншісі ма, жалпы таңдағаным дұрыс болып шынымен. Қымбат болса да мынаны $300. Мен ана помнишь, $100 ала сал деп едім. Иә, анау бірші. Иә, кәдімгі чемодан жағындай. Сүйрететін чемодан. Иә, достар, екінші бөлімін қаласаңыздар, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетіңіздер, және де лайк басып кетіңіздер. 220 мың тіркелуші жинайық, және де осы видеоның астында 35 мың лайк жинайық. Мен сіздерге сенемін. Сіздерге де көп рахмет. Жалпы бұл сіздердің арқаларыңыз. Осы видеоның астына лайк басқан және де менің арнама міндетті түрде тіркеліп кеткен адамдарға сіздерге де осындай чемодан бұйырсын. Ал осымен достар, бұл видео тәмамдалды. Сіздерге бұл видео ұнаған шығар деген ойдамын. Бұл видео менің өзіме де өте қатты ұнады. Осы видеоның екінші бөлімін қаласаңыздар, жазыңыздар, лайк және де тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.